Біз бастауышпен қоштасып, жаңа өмір белесіне қадам басқалы отырмыз. Осы 4 жылда біз өстік, үйрендік, достастық, армандадық. Келдім, 4 жыл бойы сусындаған білімін, ақ пен қара оңмен солды киіп білдім. Біз әріптерді үйрендік, бірге кітап оқыдық, бірге ойнап күлдік. Әр күні ерекше болды. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Бастауышпен қоштасатын кез. Құрметті ұстазымыз, бізге деген мейірімділігіңіз, шыдамдылығыңыз, бізге деген махаббатыңыз үшін мың алғыс. Жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Біз шын достасып кеттік. Мен өскенде жүздай шықпауымда, мен өскенде Егор Швед сияқты жүздай шықпауым. Әртүрлі қалаға барып бірінші орын алғым келеді. Менің басты мақсатым қарап қойышқа жету. Сосын мама, папамды мен қуантқым келеді. Мен өскенде футболист боламын. Мен Роналдо сияқты болғым келеді. Және әке анамды мектепке апарып. Мен өскенде дзюдоист болып, бүкіл әлемге танымал болып, мен неше түрлі медальдар ұтып алғым келеді. Мен чемпионат мираға қатысып, қара поясқа жету менің арманым болып, мен неше түрлі спорт түрлеріне қатысқаным менің арманым. Мен өскенде дзюдоист боламын. Дзюдоисттің ақтан бастап қараға жету менің ол жалпы мықты арманым. Әнші боламын. Мен өскенде медицина саласындағы кардиохирург боламын. Мен өскенде геолог боламын. Геологтар жердегі заттарды зерттейді. Мен өзім зерттегендерді жақсы көремін. Сол үшін мен өскенде геолог болғанда армандаймын. Мен өскенде дәрігер боламын. Дәрігер болу үшін биология сабағын жақсы көремін. Мен атам айтқандай сол сабақты жақсы оқып, адамдар істерін меңгеймін. Мен өскенде дзюдоист болғым келеді, және де бизнесмен болғым келеді. Мен өскенде дзюдоист болғым келеді. Және өскенде дзюдоист болып, әлем чемпионы сияқты болып, Елдос Сметов сияқты әлемге танымал болғым келеді. Мен өскенде президент боламын. Мен өскенде стюардесса болғым келеді. Ағылшын тілінде жақсы оқып, әртүрлі шетелге барғым келеді. Және әртүрлі тілді жаттап, мен стюардесса болғым келеді. Мен өскенде бизнесмен боламын. Мен өскенде дәрігер боламын. Мен өскенде визажист боламын. Мен өскенде дәрігер боламын. Полиция боламын. Мен өскенде полиция боламын. Тамыздай көктен тамызған күн, ұстазым саған қарыздармын. Ашқалы бетін әліппенің, ашылы гүлдей қауыжардым. Зымырап өтті апта күнім, бастауыш
ақ көңілім. Зымырап өтті апта күнім, бастауыштағы тәтті өмірім. Ер жетіп енді қоштасады, мәпелеп 4 жыл баққан ұлым. Ақ жүрегім, ақ көңілім. Араладым ауыл бақтарын, іздеп едім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым. Айналайын класстастарым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым. Айналайын класстастарым, ке көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар қостай сайрап. Айналайын класстастарым, мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар қостай сайрап. Айналайын класстастарым, 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 класстастарым. Мұғалима оқы деп жүр ғой, бірақ оны түсінбейміз ғой. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын класстастарым, вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын класстастарым, араладым ауыл бақтарын, іздеп едім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым. Айналайын класстастарым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым. Айналайын класстастарым, баршаңызға бүгінгі бастауыш сыныпты аяқтап орта буын жолына жол тартқанымыз құтты болсын. Жол ақ болсын балапандардың. Гүлжауһар апай, көп рахмет сізге. Қанша еңбек, қанша сабырлық, төзімділік керек. Енді қанша сыртта төмендегі отырған, жаңағы бақылауда отырған апайлар бар, басқа да мұғалімдер бар, естіп жатамыз ғой. Осы 3-ші классына, осы 4-ші классына бір бала болып шулап коридорда жүрмейді дейді. Апайларымыз сондай бір тәрбиелеп күшті жасап қойған дейді. Бір бала шулап жүрмейді дейді. Еңбегіңіз жана берсін, абыройыңыз арта берсін. Осы жүріп жатқан балапандарыңыз еңбегіңіз ақтап, үлкен оқу озаты болып, армандаған армандарына жете берсін. Гүлжан апайымызға да енді қазір өзі жоқ, ол кісіге көп рахмет айтамын. Ертең көреді ғой видеоны болса. Алғаш балаларымызға әліппені үйреткен, өзіндік өкісінде өзінің жолы бар, салып кеткен. Көп рахмет. Бастауышпен қоштасып жатырсыңдар. Қанаттарың талмасын әрқашанда. Үлкен үлкен класстарға барып, озат оқушы болып, ары қарай осы бірлікте болып, 11-ші класты бірге бітіріп, бәрлерін бірге болуды тілектеспін. Ал Гүлжауһар апай, сізге үлкен рахмет, өз басым сізге басым деймін, сізге рахмет. 1,5 жыл ғана оқыдық, сізде 1-ші класстан бастап оқымасақ та, 1,5 жылдың өзінде кәдімгідей бауыр басып қалдық. Рахмет. Қалай еңбегіңіз жана берсін, осындай балаларыңыз көп болсын, әрқашанда жұмысыңыз алға бассын, сізбен мақтанамыз, марқаямыз, әрқашанда жолыңыз ашық болсын, бала шағаңыздың қызығын көріңіз, көрген жерде сәлеміңіз түзу, аманыңыз түзу болсын.
жақсылықтарда бас қоса берейік. Бүгін ғана 4-ші сыныпты бітіріп отқан оқушыларымыз, балапандарымыз, сендерді бүгінгі бітіру күндеріне құттықтаймын. Сендерге тек ашық аспан, жолда оқу озаты болыңдар. Тек ашық жолмен, түзу жолмен жүруді Алла Тағала нәсіп етсін. Гүлзахар апай, сізге үлкен рахмет. Сіздің арқаңызда үстіп керемет кеш өтіп жатыр. Оқушыларыңыз еңбегіңізді ақтап, одан ары озат. Кімнің оқушысы десе, сіздің оқушысы деп айтатындай бір керемет оқушы болсын. Сіздің отбасыңызға амандық тілейміз. Көріскен жерде түзу сәлеміз түзу болып, еңбегіңізді ақтап жүре берейік. Аман болыңыз, апай, сау болыңыз. Рахмет сіздерге. Қайырлы күн. Бүгін барша ата-аналар, апай, оқушылар, балалар, бүгін сіздер үлкен қадам бастап отырсыздар. Балалықтан қош айтысып, енді үлкен сыныпқа көштіңдер. Енді барша балалық қылықтарыңызды ұмытып, үлкен мектепте үлкен қадам басыңыздар. Гүлзахар апай, сізге үлкен алғысымыз шексіз. Біздің сыныпты осы енді 2-ші класстан бастап алдыңыз, одан ары қарай өзіңіз бірге жалғастырып, осындай үлкен сыныпты 30 оқушының өзі, бір баланың өзіне біз қандай тәрбие керексіз, 30 оқушыны тәрбиелеп шықтыңыз. Осы оқушыларыңыз алда үлкен жетістіктерге жетіп, сізді тек жақсы атымен ғана шығарсын. Бәрі өнерлі, бәрі ақылды, сондай жақсы балалар. Сізге алғысымыз шексіз. Осы балаларды жарты жолдан қалдырмай, өзіңіз алып, жақсы бітіріп шыққаныңызға. Бастауыш сыныптың өзі, бастауышты оқытудың өзі ең қиын кезең. Әр сабақтың өзі бір 30 балаға деген берудің өзі, бір 4-5 сағаттың өзі қиындыққа соғады. Ендігі балаларыңыз тек сіздің жақсы жағыңыздан көрсетіп, жетістікке жеткізсін. Алғысымыз шексіз. Енді құрметті ата-аналар, мынау бүгін бір буынды аяқтап, бастауышым, бал бұлағым дейді, жанып тұрған шамшырағым дейді. Осындай балалық тәтті кезеңдері өткен бастауыштың бірінші буынымен қоштасып жатсыздар. Балаларыңыз күні кеше мектеп табалдырығын аттағаннан бүгінде міне қандай нәтижеге, жетістікке жетіп жатыр. Ол яғни сіз болып, біз болып, мектеп өмірімен байланысты үштік одақ болып тәрбиелеп отырған осы ұрпақтарымыз тек қана аман болсын. Енді мен қазір балаларды марапаттау кезеңіне берейін. Содан кейін сіздерді 5-ші сыныпта алатын сынып жетекшісіне таныстырып, сөз кезегін сол кісіге берейік, ренжімесеңіздер. Мақтау қағазы. Алматы қаласы Медеу ауданы номері 172-ші мектеп гимназиясының 4-ші К сыныбын 2025 жылы үздік оқып аяқтаған үшін Әділбеков Бексұлтан марапатталады. Дәл осындай мәтінде үздік оқыған үшін Бақтыва Аяру марапатталады. Дәл осындай мәтінде үздік оқығаны үшін Нүсіпжан Айзере марапатталады. Дәл осындай мәтінде үздік оқығаны үшін Бауыржан Мирас марапатталады. Құтты болсын. Ата-аналар барынша қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қандай жетістікке жетсе де бұл сіздердің де арқаларыңыз балалардың. Дәл осындай мәтінде үздік оқығаны үшін Мұхан Балым марапатталады. Дәл осындай мәтінде үздік оқығаны үшін Оңласын Марвлан марапатталады. Дәл осындай мәтінде үздік оқығаны үшін Хасан Амина марапатталады. Тамаша. Дәл осындай мәтінде үздік оқығаны үшін Шайх Бақкелді марапатталады. Тамаша. Дәл осындай мәтінде жақсы оқыған оқушыларды марапаттайық. Жақсы оқыған үшін Әділхан Бекжанат марапатталады. Қошемет. Дәл осындай мәтінде жақсы оқыған үшін Ғаппар Алуа марапатталады. Келе ғой. Тамаша болсын.
Жақсы оқығаны үшін Есімбай Мадияр марапатталады. Тамаша. Жақсы оқығаны үшін Құрманбай Раяна марапатталады. Келе ғой. Жақсы оқығаны үшін Қабылхан Абдулла марапатталады. Жақсы оқығаны үшін Мұхитқызы Умида марапатталады. Жақсы оқығаны үшін Талғатқызы Раяна марапатталады. Жақсы оқығаны үшін Шакирт Айғаным марапатталады. Жақсы оқығаны үшін Қадірәлі Нұрсұлтан марапатталады. Жақсы оқығаны үшін Тұрсын Арсен марапатталады. Жақсы оқығаны үшін Исламов Батыр марапатталады. Енді келесі кезекті дипломға берсек, Алматы қаласы Медеу ауданының номері 172 мектеп гимназиясының 4-ші кәсібін аяқтаған Берік Өркенді мектептің бастауыш сатысын аяқтап, орта буынға қадам бастың. Алған біліміңді одан әрі дамытып, шыңдай біл. Сен еліміздің ертеңісің. Саған зор үміт артамыз. Сәттілік деп Өркенді марапаттаймыз. Дәл осындай мәтінде Еркінбек Қасиет марапатталады. Дәл осындай мәтінде Дидар қызы Диана марапатталады. Дәл осындай мәтінде Қалымбек Айсана марапатталады. Айсана қайда? Қайда кетті? Кел оға, Айсана, кел. Тамаша. Дәл осындай мәтінде Назар Жәннат марапатталады. Құтты болсын. Дәл осындай мәтінде Нұралы Арслан марапатталады. Дәл осындай мәтінде Маметаев Ерасыл марапатталады. Дәл осындай мәтінде Арсен Айсезім марапатталады. Құтты болсын. Және дәл осындай мәтінде Өткелбай Алинұр марапатталады. Тамаша. Балалар, марапаттарын құтты болсын. Бұдан да тек қана биіктен көріне беріңдер. Гүлжауһар апайдың оқытқан балалары деген тек қана жақсы сөзге жеткізіңдер. Келістік па? Ендігі кезекті алғыс хаттарды арамызда күн демей, түн демей, жаңағы үштік одақ деп атап өттім ғой. Осы үштік одақта бірлесе, сондай бір керемет жауапкершілікпен жаңағы менімен бірлесіп жұмыс атқарған ата-аналарды марапаттағым келіп тұр. Алғыс хат ата-анаға. Құрметті Әмірханова Елеугүл, сыныптың, мектептің өміріне белсене араласып, және үлгілі тәртіпті бала тәрбиелегеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Дәл осындай мәтінде Бақтыбаева Әселді марапаттаймыз. Құтты болсын. Дәл осындай мәтінде Жақсылықов Данабек, көптен көп еңбегісіңді ағады. Көп рахмет аға. Көп рахмет. Дәл осындай мәтінде Ауғанбай Маржангүл марапаттаймыз. Келіңіз. Қошемет ұрайық балалар. Құтты болсын. Дәл осындай мәтінде өзінің белсенділігін көрсеткен Атеева Әселді марапаттаймыз. Құтты болсын. Рахмет. Дәл осындай мәтінде Батталғазиева Индираны марапаттаймыз. Құтты болсын. Дәл осындай мәтінде Жангаралиева Аиданы марапаттаймыз. Құтты болсын. Марапаттарымыз. Дәл осындай мәтінде Альпиева Әйерімді марапаттаймыз. Құтты болсын. Дәл осындай мәтінде Байсейітова Лаура ата-анамызды марапаттаймыз. Анасымен бірге бірлесіп жұмыс жасаған сіздерге көптен көп рахмет.
Дәл осындай мәтінде Жандиева Заринаны марапаттаймыз. Құтты болсын. Дәл осындай мәтінде Тұрғанбекова Мөлдір деген ата-анамызды марапаттаймыз. Құтты болсын. Осындай белсенділіктеріңіз арта берсін. Дәл осындай мәтінде Бахаева Гүлмира ата-анамызды марапаттаймыз. Сізге де көптен көп рахмет. Белсенділігіңіз үшін. Рахмет, құтты болсын. Дәл осындай мәтінде Кадирова Салтанат Арсеннің анасына марапаттаймыз. Тамаша. Құтты болсын. Және дәл дәл осындай мәтінде Шаймерденова Ардақ деген Талғат қызы Раянаның анасын марапаттаймыз. Тамаша, құтты болсын. Жақсы. Ризасыздар деген ойдамын. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Ендігі сөз кезегін сіздерді 5-ші К сыныбы болған кезде сіздермен бірге ары қарай бірлесіп жұмыс жасайтын, менің де жаңағы апай сіздің ата-аналарыңыз осындай еді, балаларыңыз осындай еді деген сөзге келтірмеңіздер. Осындай үмітпенен сіздерді Құдайбергенова Ақбота Жандос қызына табыстаймыз. Сөз кезегі сізде. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, қадірлі оқушылар. 4-ші сыныпты аяқтауларыңызбен құттықтаймын. Мен аты-жөнім Құдайбергенова Ақбота Жандосовна, ағылшын тілі пәні мұғалімімін, педагог, модератор, магистрмын. 5-ші К сыныбын енді мен бастап жүретін боламын ары қарай жаңа оқу жылында. Балалардың барлығы ерекше, өте қабілетті оқушылар екен көріп отырмын. Кейбір оқушыларға 1-ші К сынып болған кезде мен ағылшын тілінен бергенмін, егер естерінде болса, кейбіреулерін танып отырмын өзім. Сол енді ата-аналармен бірлесе отырып, тығыз, керемет балалардың ары қарай дамуына бірге үлес қосамыз деген сенімдемін. Жаңа оқу жылы сәтті басталсын. Рахмет үлкен.